Одан кейін жаңағы әңгіменің жалғасы. Одан кейін мысалға айтады жұмыссыздық дейді. Бізде мысалға біздің өз менталитетіміз сондай. Мен өзім жақсы білемін, өйткені мен қанша еден жуып жүрмін, қанша туалет жуып жүрмін. Мен қасымда Қарақалпақстан, Өзбекстаннан келген қазақтар болмаса жаңағыдай сол өзге ұлттар жұмыс істеп жүрді. Солар Салтан, сен қазақ болып қалай осындай жұмыс істеп жүрсің, сендер қыздар бұлай жасамайды ғой деп. Мәселе бұл жерде біз бастық болып, біз би болып, біз хан болып содан туылған сондай өмір бақи емес. Мәселе мысалы жұмыс керек па, ақша табу, нан жегің, киініп, жаңағыдай коммуналка төлеп, салығын төлеп, болмаса пәтеріңе төлегің келсе, сен барлық жұмысты аямай істеуің керексің. Одан кейін мен жаңа айта кетейін, мысалға бізде көбінесе үндемей қалады, ақшаларын беріп, жаңа мысалға егер біздің сыныптан 5-6 ата-ана мысалға осындай мәселелер болып жатыр, мысалға ит мәселесі жөнінде 1-2 ата-ана, онда да орыс отделениесі, сол орыс бөлімі ғана сөйлеп жатыр, қазақ мұғалімдер үндемей отыр. Неге осы үндемей қала береміз? Содан кейін мына жақта отырады, ой біздің ештеме өзгермейді, қалай бірдеме өзгереді. Сен өзің ауырған, жасырған өледі дейді. Сен өзің ауырған шеріңді айтпасаң, сен өзің мәселелеріңді қозғамасаң, сен соны көпке бүйтіп айтпасаң, мысалға кредитім бар, төлей алмаймын дейтіндер бар, үйсіз күйсіз жүрміз деп, көбі сол әйелдер шығады. Ер адамдар неге ондай жерге нетпейді, неге білмеймін. Қаңтарда шықты, мысалға бәрін қырып салды, содан кейін бәрі қорқып үйлерінде отыр ма, болмаса өлетін бәрін өлтіріп тастады ма, баяғы сол қатын-қалаш қалдық. Айтып жатырмын, бірақ мысалы менің сыныбымда, мысалы қызым сыныбында 23 ата-анамыз бар. Бір ғана мен осы мәселені көтеремін, КСК мәселесін, сол иттер, мысықтар мәселесін, мынау шам, мысалға қараңғы, мысалы қаланың өзінде тұрамыз, бірақ қараңғы жерлер өте көп. Сосын мынау бағдаршам керек жерде мынау жоқ, мысалға надлежащий полицейскийлар ондай жоқ. Сол мәселені мен мысалы көтеремін, мысалы кабинет мәселесі, мысалы 3-ші смена мәселесі, мектеп ашу деген. Анау 22 ата-ана қалай мұны ішсем екен, қалай жесем екен, 2-3 мыңнан ақша жинайық, сыйлық сыйлайық, чай пичу жасайық. Сонда сендерге тек ішу жеу ғана уайым, әлеуметтік жағдай сонда бәрібір ма?